Осы жылы Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов пен Теміртау қаласының әкімі Ғалым Әшімовтың шешімі бойынша мәслихат депутаттары шенеуніктермен бірлесе қала тұрғындары, қоғамдық ұйымдар мен үй комитеттерінің өкілдерімен кездесу өткізу жоспарланған болатын. 22 қазан Республика даңғылы 17 мекенжайы бойынша осындай кездесу өткізілді. Мұндай іс-шаралардың негізгі мақсаты түйіні шешілмеген мәселелерді анықтау, сондай-ақ оларды шешуге барлық мүмкіндіктерді қамтамасыз ету болып табылады. У нас по поручению акима города, поручению акима области сформирован график сходов. Бүгін Теміртау қаласының әкімінің нұсқаулығымен қала тұрғындарының тұрғын үй мәселелері бойынша жиын өткізіп жатырмыз. Бүгінгі жиында тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің өкілдері және депутаттар қатысып отыр. Осы жиналыс аясында бізде арнайы жиындарды өткізетін топ бөлінді. Тұрғындардың барлық өздерін мазалаған мәселелерін біз жазып алып, оларды шешу жолында шаралар қолданамыз. Бұл біздің 3-ші жиынымыз. Жиын барысында жарықтандыру, жылу және әкімшіліктің тікелей қатысы бар мәселелер қарастырылады. Қазіргі кезде қала тұрғындары үшін ауланы тазарту мәселесі үлкен дауға айналған. Қалалық мәслихаттың депутаты Василий Свиридов кезекті жиында ашулы тұрғындардың сұрақтарына жауап беруге тырысты. Вообще создание КМСов – это очень полезно для города, для наших жителей. Жергілікті өзін-өзі басқару қоғамдық комитетінің құрылуы дұрыс шешім деп ойлаймын. Біздің қаланың тұрғындары үшін пайдасы зор. Осы жиын арқылы тұрғындар жергілікті органдарға жеткізе алмай жүрген мәселелер қарастырылып, оларды шешуге мүмкіндік туады. Осы жиналыстардың нәтижесінде тұрғын үй комитетінің жұмыстары жақсарады деген сенімдеміз. Жиында тұрғындардың жергілікті билік өкілдеріне жеткізе алмай жүрген даулы мәселелердің бірқатары қарастырылды. Алайда бұл мәселелер осыдан кейін айтқан жерде қала ма, әлде түйіні шешіле ме, ол белгісіз. Я считаю, что это нужно вообще чаще делать и разговаривать именно с жильцами, и чтобы люди не боялись говорить вот эту правду. Менің ойымша осындай жиындарды жиі өткізіп тұру қажет. Тұрғын үй иелерінің комитеті жұмыстарын дұрыс орындамайды деп санаймын. Менің осы үйге көшіп келгеніме 5 жылдай уақыт болды. Біздің тұрғын үйдің алаңы дұрыс тазаланбайды. Осы 5 жылдың көлемінде мен қыс уақытында қарды тазалағандардың көрген емеспін. Ал шатыр мәселесіне келетін болсақ, шатырдан су ағып жатыр. Біздің тұрғын үй комитеті мүлдем жиналыс өткізбейді. Қала әкімінің шешімімен өткізіліп жатқан осындай жиындар біздің мәселелерді шешуге көмектеседі деп ойлаймын. Өткен кездесуден кейін тұрғындардың мәселелеріне қанық болған атқамінерлер оларды шешудің қосымша жоспарын қарастыратынын мәлім етті.